Армысыздар, ардақты ағайындар, құрмет көрермендер. Бүгін біз кезекті видеомызды бастайтын боламыз. Бүгінгі айтатын негізгі мәселе бұл мына Күйік ханның алтамбасындағы жазулар жайлы болмақ. 1246 жылы Күйік ханды таққа көтеретін құрылтай болады. Құрылтай өтеді. Сол құрылтайға мына Рим папасының елшісі Плана Карпини деген кісі қатысады сол құрылтайға. Плана Карпинидің айтуына қарағанда, құрылтай Қарақұрымнан бірнеше күндік қашықта өткен. Және ол жерді бір екі таудың арасында болды дейді. Ол жерде біз Сыра орда деген бір үлкен орданы көрдік деп жазады Плана Карпини. Ол айтады, біз Қарақұрымда болған жоқпыз дейді. Біз сол жаңағы Күйік ханды таққа отырғызатын жерде сонда құрылтай өтті, сол жерде болдық дейді. Ол құрылтай 1246 жылы тамыз айында болған. Плана Карпинидің айтуына қарағанда, сол кездерде ауа райы өте қатты бұзылып, қатты боран тұрып, сосын жаңбыр жауып, арты бұршаққа айналып, содан кейін тасқын су жүріп, сондай бір қатты алапат табиғаттың мінезі болды дейді. Сол кезде 140-тай адам сол опат болды дейді, сол жаңағы табиғи апаттан. Ал енді мына сол 17 ғасырдың басында мына қалқалардан шыққан Лупсан Данзан деген кісі айтады, Алтын топшы деген кітабында, Күйік хан Өрмекейту деген жерде таққа отырған дейді. Енді қазіргі уақытта біз мына біліп жатырмыз, мына Баян-Өлгей мен Қобда аймақтарының арасында Өрмекейті деген бір жайлау бар екен. Өз табиғаты жақсы, керемет жер деп айтып жатады. Енді менімше ол Күйік ханның көтеретін құрылтай сол Өрмекейті жайлауында болған болу керек. Енді ол Өрмекейті деген жер мына қазіргі Моңғолияның батыс жағында ғой. Бұл өзі сол кездегі үгедей ұлысының қарайтын жер болған. Сондықтан да жаңағы Күйік ханды таққа отырғызу жаңағы несі сол ұлыстың, сол үгедей ұлысының жерінде өткен болу керек. Әдейілеп сол жерде өткізген болу керек. Үгедейге қарасты жерде өткізген, Өрмекейтіде. Бұл енді Өрмекейтіде өтті де, бұл Лупсан Данзан айтқан енді мұны. Сол құрылтай өтіп болғаннан кейін сол жақта жаңағы Плана Карпини тағы да бірнеше ай жүреді, тағы күзге қарай ол өз еліне қайтпақшы болады. Сол кезде оған хат жазып береді папа. Плана Карпини айтады, бұл хатты дейді, сол кездегі ұлық бітікші болған Қадақ ноян, сосын Жинкай, содан кейін Бала деген ноян үшеуі сол хатты жазды дейді. Татар тілінде жазды дейді бірінші. Татар тілінде жазып, татар мәтіні дайын болғаннан кейін дейді, біз оны егжей-тегжейлі оқып, содан кейін біз оны латын тіліне аудардық дейді. Латын тіліне аударып, екі хат дайын болғаннан кейін олар дейді, бұл нені жаратпады ма, жоқ әлде папаға оны түпнұсқада оқи алмайды деді ме, әйтеуір олар оны жаңағы тағы да көшіріп жазды дейді. Ол сарацин тілінде жазылды дейді. Үшінші хат сарацин тілінде жазды дейді негізгі мәтінін. Ал енді ол кезде сарацин деп негізінен мұсылмандарды атай берген, ал бірақ шын мәнінде ол сарацин деген түпнұсқасында ол парсыларға қатысты айтылған сөз негізі, өте ертеде. Енді сарацин тілінде жазылды дегені сол парс тілінде жазылды дегені ғой. Сонда мәтін жаңағы негізгі мәтіні парс тілінде жазылған. Осы парс тіліндегі нұсқасын жаңағы Плана Карпиниге берген, сосын ол оны алып кеткен Плана Карпини.
Бұл хат жаңағы ұзындығы 1 метр 12 сантиметр болды дейді. Екі қағаздан біріктіріп жабыстырып жасаған екен. Және екі қағаздың жабыстырған жеріне және соңғы төменгі жағына екі жерден күйік ханның алтамға сорылған, алтамға басылған. Сөйтіп Плана Карпини 1246 жылы 13 қарашада осы хатты алып, ол еліне шығып кетеді күйік ханның ордасынан. Сөйтіп ол хатты папаға апарып тапсырады. Міне сол папа ол хат сол Ватиканда 673 жыл жатқан архивте. Соны 1920 жылы ол хатты сол Ватиканның қызметкері ме Кирилл Королевский деген бір кісі осы хатты тауып алған 1920 жылы. Сөйтіп ол хатты суретке түсіріп, оны Анри Массе деген бір иронист ғалым болған екен, парсы тілінің маманы. Сол парсы тілінің маманына тапсырған. Анри Массе оны оқып шыққан. Содан кейін бұл хатты сол кезде мына Францияның ғалымы Пол Пелле деген, өзі синолог, өзі түрколог, сол кісі бұны зерттеген, егжейтелі зерттеген, сөйтіп аудармасын жасаған. Енді бұл хатты жаңағы айттық қой, жаңа 112 сантиметр ұзындығы, сонда ені 20 сантиметр соған жазылған. Сонда бас жағында, ең жоғары жағында араб әрпімен былай деп жазылған: мәңгі тәңірі күшіндегір ұлық ұлысының талойының хан ярлығымыз деп жазылған, ең жоғары жағында. Енді бұл сөйлем зерттегендер, ғалымдардың бәрі айтады, бұл түркі тілінде жазылған сөз деп. Ешкім де таласпайды оған түркі тілінде жазылғандығына. Содан кейінгі мәтін, негізгі мәтін парсы тілінде жазылған. Енді сол кездегі мына жаңағы иронист ғалымның айтуына қарағанда, бұл парсы тіліндегі нұсқасын парсы тілін өте бір жетік жақсы білмеген адам жазған дейді. Өйткені ол ішінде қатесі өте көп болған. Және ішінде жаңағы түркі тіліндегі сөздер араласып отырған. Мөңге тәңірі күшіндегі деген, Шыңғыс хан және қаған деген сөздер жазылған ішінде. Содан кейін жаңа папаны Юлу папа деп атаған. Юлу папа деген енді ұлы папа деген сөз ғой. Ұлы папа деп жазған папаны. Ал енді мына сол жерінде айттық қой, жаңа екі жерінен күйік ханның алтамға сорылған деп. Сол алтамғадағы сөздерге келетін болсақ, ол алтамғаның жазулары 6 баған болып жазылған, яғни 6 қатар болып. Мына ұйғыр жазуының өзі төменнен жоғарыдан төмен қарай жазылады дағы, мәтін солдан оңға қарай теріледі ғой. Сонда 6 қатар болып түскен. Енді осыны бұрынғы оқылуда былай деп оқыған оны: мөңге тәңірі күчіндір еке моңғол ұлысын далайын хану ярлық, ел болқа еркіндір көрбесу бүшіртіғей аютығай деп жазылған, деп оқыған бұрынғы ғалымдар осыны. Бірақ мен бұл жазылыммен келіспедім. Мен өз бетімше бұны кішкене оқып көрдім. Енді мен ұйғыр жазуын соншалықты да жақсы меңгерген емеспін, бірақ та өз бетімше ұйғыр жазуын оқып үйреніп жүрмін. Ол мына әлеуметтік желілерден, кітаптардан, содан кейін мына онлайн сабақтар бар, сол ұйғыр жазуы үйрететін. Соларға қарап өз бетімше үйрендім. Әлі де осы соншалықты жетік білемін деп айта алмаймын, бірақ та әріптерді салыстырып отырып қарап шықтым. Сонда менің ойыма келгені, бұл жерде жалпы бұл мөрдегі жазудың контекстінде былай деп жазылған деп ойлаймын мен.
Мөңге тәңірі күчүндүр, улуг улусун далойын хану ярлык, эл болууга эркүндүр көнбесү, бушуртугай аюутугай деп жазылган болуу керек деп ойлаймын. Ал эми буну осы күнгө тилмен беретін болсақ, мәңгі тәңірінің күшімен ұлы ұлыстың далай ханы жарлық, ел болуға өз еркімен көнбесе, бұсыртығай, аютығай. Ал енді мынау бастапқы жолдары түсініктігін ең соңғы қатардағы бұсыртығай және аютығай деген сөз түсініксіз болуы мүмкін. Бірақ бұл сөздің екеуі де бұсыртығай деген сөз бұл жаңағы қинаңдар деген мағына береді. Махмұд Қашқари сөздігінде бар бұшырды деген етістік сөзді келтіреді Махмұд Қашқари. Бұшырды деген яғни қинады, жанымды қинады деген мағына береді дейді. Ал екінші аютығай деген жері бұл қорқыңдар деген сөз. Бұл енді айы деген бұл енді түп түркінің сөзі болмағанмен, бірақ бұл жаңа мағыналық жағынан қорқу деген мағына береді. Сонда бұшыртығай, аютығай деген қинаңдар және қорқытыңдар деген мағына беріп тұр ғой сонда. Енді бұндай оқылымда ешкім бұл хатты әлі күнге дейін оқыған емес. Содан кейін жаңағы хаттың екінші бағанында еке моңғол деген сөзді жазған, бірақ ол негізі бұл түпнұсқа мөр деп ойламаймын. Бұны қолдан жасалған подделка болуы мүмкін. Сондықтан ол жерде мынау 13 ғасырдың екінші жартысына дейін еш жерде моңғол деген сөз кездеспейді. Моңғол деген сөзді Шыңғысхан да естіген емес, оның балалары да естіген емес. Тіпті мынау Шығыс Европаның халықтары, сосын мынау 13 ғасырдың алғаш жартысында жазған мынау Шихаб-ад-Дин ан-Насави, Якут аль-Хамави, содан кейін мына Ибн ал-Асир деген тарихшылардың жазбаларында, кітаптарында еш жерде моңғол деген сөз кездеспейді. Олар моңғол деген сөзді мүлде естіген емес. Олардың барлығында татар деп жазылған, және Шыңғысхан татардың ханы деп атаған олар. Ал моңғол деген сөз ол мөрде болуы мүмкін емес. Өйткені ол заманда моңғол деген сөз әлі шықпаған тұғын. Ол айналымға енбеген ол кезде. Сондықтан да жаңа хаттың жоғарғы жағында ұлы ұлыс деп атаған, өздерін ұлы ұлыс деп атаған. Былай деп жазылған ғой, жаңа қайталап айтайын. Мәңгі тәңірі күшіндегі ұлы ұлысының талайының хан ярлығымыз дейді. Бұл енді сол кезде хандардың сөйлеген тілінде жазылған бұл. Бір сөйлем болса да, бұл сол кезде хандар сөйлеген мемлекеттік тілде жазылған. Сол заманның мемлекеттік тілі, қағани тіл деп айтылады. Бұрын Махмұд Қашқари сондай қағани тіл деген ұғымды айтады. Бұл қағани тілде жазылған. Мәңгі тәңірі күшіндегі ұлы ұлыстың талайының хан ярлығымыз деген. Сонда өздерін бұлар ұлы ұлыс деп атаған екен. Ешқандай да моңғол деп аталмаған. Жалпы олар өздерін мемлекет ретінде де, ұлт ретінде де ұлы ұлыс деп атаған. Енді келесі видеода осы ұлы ұлыс туралы айтатын боламыз. Жалпы видео ұнаған болса, ақпараттар сіздерге қызықты болған болса, лайк басып тіркеліп отырыңыздар, таратып отырыңыздар видеоны. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.